Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін мемлекет және құқық жүйесі негіздері пәнінен өтетін тақырыбымыз құқық нормалары. Сабақтың міндеттері: оқушыларға құқық нормалардың түрлері, белгілері мен қызметі, құқық нормаларының заң жүйесінде алатын орны туралы білім беру. Оқушылардың құқық негіздері пәні бойынша алған білімдерін салалық құқықтық пәндермен байланыстыра отырып дамыту. Құқық нормалары туралы білім бере отырып, оқушыларды құқықты құрметтеуге, құқықтық саналылыққа, құқықтық мәдениетке тәрбиелеу. Құқық нормасы қоғамдық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінен туатын жалпыға міндетті мемлекет бекіткен мінез-құлық ережелері. Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. Сондықтан оны мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, лауазымды адамдар мен барлық азаматтар сақтауға міндетті. Заң нормасы құқық жүйесінен пайда болатын алғашқы құқықтың клеткасы. Соған байланысты ерекше әлеуметтік құбылыс ретінде өзіне тән белгілері бар. Құқық және құқық нормалары бір-біріне сай келмейді. Олар жалпы және жеке түрде қатынаста болады. Құқық бұл құқықтық нормалардың жиынтығы, ал құқықтық норма ең маңызды қоғамға және тұлғаға қатысты өте қажетті қоғамдық қатынастарды реттеуші. Құқықтық нормада қоғам және тұлға үшін зиянды қатынастарда бейнеленеді. Нормаларын өз органдары атынан мемлекет бекітеді және ол орындалуға міндетті. Оны бұзғандар заң алдында жауапкершілікке тартылады. Құқық нормалары міндетті түрде әрбір құқық саласына сәйкес арнайы кодекстерде тұжырымдалады. Құқық нормаларының ерекше белгілері мыналар: жалпыға міндеттілігі. Бұл мемлекет азаматтарының мінез-құлықтағы орындалуға міндетті мемлекеттік билік жазбалары. Формальды анықтылығы, яғни құқық нормаларының белгілі ережелерге сәйкес қатаң түрде арнаулы құжаттарда жазылуы. Құқық нормалары мемлекеттің күштеу әдістерінің әсерінен бұзылудан қорғалады. Құқық нормалары жалпыға міндетті екі бағытта құқықтық жазбалардан тұрады: мінез-құлық ережелері және негізгі нормалар. Мінез-құлық ережелері бұл нағыз реттеуші нормалар. Бұл нормалар құқықтық нормалардың үлкен бөлігін құрайды. Қоғамдық қатынастарға қатысушылардың субъективті құқықтары мен заңды жауапкершілігін белгілейді. Негізгі нормалар бұл норма принциптер, норма дефинициялер және тағы басқалар. Бұл нормалар құқықтық реттеудің бастамасын қалайды, құқықтық реттеудің бағыттарын анықтайды. Құқық нормаларының мемлекетпен байланысы. Оны мемлекеттік органдар белгілейді және мемлекеттік әсер ету шараларымен қамтамасыз етеді. Құқықтық норма қоғамдық қатынастарда мемлекеттік реттеуші болып саналады. Мысалы, саяси билікке, басқаруға, әділеттілікке қатысты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, тағы басқа қатынастарды реттейді. Құқық нормалары заңды және заңсыз мінез-құлықтың, құқықтық және құқықтық емес іс-әрекеттің өлшемі ретінде рұқсат етілген және рұқсат етілмеген адамдардың мінез-құлқының моделі, эталоны, өлшемі және көлемі ретінде көрінеді. Сөйтіп, құқық нормасы мемлекет қалыптастырған және бекіткен жалпыға міндетті адамдардың мінез-құлық ережелері. Ол негізгі құқықтық принциптерге сай жүргізіледі және мемлекеттің күштеу әдістері қажет деп танылған жағдайда қамтамасыз етіледі. Құқық нормасы кімге бағытталса, оны сол орындауға міндетті. Бұл міндеттегі барлық тұлғаға қатысты және ол біртекті, ұқсас, көптеген өмірлік жағдайларды реттеуге арналады. Заң нормаларын өз жазбаларының мазмұнына сәйкес бірнеше түрге бөлеміз. Олар реттеуші, құқық қорғаушы, басқарушы, тыйым салушы, міндеттеуші, императивті, диспозитивті. Реттеуші нормалар қоғамдық қатынастарға түсуші субъектілердің субъективті құқығын және заңды міндеттілігін, олардың пайда болуын және әрекет ету жағдайын анықтайтын нормалар. Құқық қорғаушы нормалар қоғамдық қатынастарға түсуші субъектілердің құқықтық жауапкершілігінің шегін және мемлекеттің күштеу шараларының субъектіге қолдану жағдайын, белгіленген шаралардың мәні мен мазмұнын анықтайды.
Басқарушы нормалар қоғамдық қатынастарға түсуші субъектіге қандай да болсын іс-әрекет жасауға құқық беретін нормалар. Тыйым салушы нормалар бұл нормалар субъектінің қандай іс-әрекетке өзін тоқтату қажет екендігін көрсетеді. Міндеттеуші нормалар бұл нормалар субъектінің іс-әрекетіндегі іске асыруды қажет ететін міндетін көрсетеді. Императивті нормалар бұл қатаң талаптармен жазылған, жазбаларда көрсетілген және құқықтық субъекттердің мүддесіне тәуелсіз әрекет ететін нормалар. Диспозитивті нормалар бұл әртүрлі тұлғалардың осы норма реттейтін қатынастардағы мәселелерді өз еркімен реттеуі. Құқық нормаларының әрекет ету мерзімі оның заңдық күшіне енуімен анықталады. Оның заңдық күшіне ену мерзімі нормативті актіде не болмаса жарияланғаннан кейінгі 10 күннен кейін енуге тиіс. Құқық нормалары өз әрекетін жойғанда, оны алмастырғанда, немесе әрекет ету мерзімі біткенде тоқтатылады. Құқық нормаларын нақты тұлғаларға, ұйымдарға, кәсіпорындар мен мекемелерге қатысты қолдана отырып, өмірге енгізуге және тәжірибелік мәнге келтіру құқық нормаларын іске асыру тетіктерінің көмегімен атқарылады. Олар мыналар: сақтану, рұқсат етілмейтін әрекеттерді істеуден тартыну, атқару, құқық нормалары жазбасында келтірілген міндеттерді атқаруға бағытталған белсенді әрекет, пайдалану, құқық нормасында берілген құқықтарды пайдалану, қолдану, мемлекеттің құзыретті органдарының нақты тәжірибелік қызметі. Оның субъектісі нормативті акт шығаруға арнайы өкілеттігі бар орган немесе лауазымды тұлға. Құқық нормасын қолдану актісі нақты бір немесе жеке заңды тұлғаға бағытталады. Құқықтық нормалардың топтастырылуы. Құқықтық реттеу пәні бойынша қылмыстық нормалары, азаматтық нормалары, әкімшілік нормалары, тағы басқалар болып бөлінеді. Заңдық күші бойынша заң нормалары және заң негізіндегі актілер нормалары болып бөлінеді. Жазбалардың мазмұнының мәні бойынша немесе диспозицияның мәні бойынша міндеттеуші, тыйым салушы және уәкілетті. Жазба түрлеріне байланысты императивті және диспозитивті. Құқық нормалары қолданылатын субъектілер бойынша жалпы, арнайы, ерекше. Нормаларының уақытына байланысты іс-әрекет етуі тұрақты, уақытша және төтенше. Нормаларының кеңістіктегі әрекет етуі бойынша жоғары билік органдарының актілеріндегі және жергілікті өзін-өзі басқару актілеріндегі құқықтық нормалар. Жиынтығы бойынша материалдық және іс жүргізу құқығы нормалары болып бөлінеді. Нормасының құрылымы 3 бөліктен тұрады: гипотеза, жорамал, диспозиция, мінез-құлық ережесі және санкция, жаза, шара. Гипотеза құқық нормалары қолданылатын анықталған жағдай, құқықтық нормада көрсетілген мінез-құлық ережелерінің күшіне енетін мезгілі. Гипотезаны 3-ке бөледі: жай гипотеза, күрделі гипотеза, балама гипотеза. Диспозиция құқық нормасының негізгі бөлігі. Осы құқық нормасы реттейтін қатынастарға түсушілердің құқықтары мен міндеттерін іске асыруға тиісті мінез-құлық ережелерін белгілейді. Диспозиция 3-ке бөлінеді: жай диспозиция, бейнеленген диспозиция, сілтеме диспозиция. Санкция құқық нормасының соңғы бөлігі. Диспозицияда мазмұндалған әрекет не әрекетсіздік үшін немесе мінез-құлық ережесінің сақталмағандығы үшін жауапқа тартылу қорытындысы. Санкцияда мемлекет қандай іс-әрекеттерді, мінез-құлықты қолдамайтындығын көрсетеді. Санкцияның түрлері: абсолютті анық, баламалы, салыстырмалы. Құқық нормасының мұндай құрылысын логикалық құрылым деп атайды. Сөйтіп, құқық нормасы гипотезадан, диспозициядан, санкциядан тұратын мінез-құлық ережелері. Құқық нормалары нормативті құқықтық актілерде көрінеді. Нормативті актілердің баптары мемлекеттік биліктің көріну түрі және құқық нормаларының енгізілу құралы. Заң, басқа да нормативті құқықтық актілер нормативтік акті болып саналады. Заң шығарушы мінез-құлық ережелерін баяндау арқылы нормаларының логикалық құрылымының 3 элементін нормативтік құқықтық актінің бір бабына енгізеді. Нормативтік құқықтық актінің бір бабына бірнеше құқықтық нормалар ендіреді. Құқықтық нормалары элементтерін бірнеше
әртүрлі нормативті баптарда баяндайды. Нормалары элементтерін бір нормативтік актінің бірнеше баптарында көрсетеді. Құқық нормалары және нормативті акт баптарының қатынасын баяндау әдісінің үш түрін көрсетуге болады. Тікелей әдіс. Құқық нормасы тікелей нормативті акті бабында баяндалған кезде орын алады. Сілтеме әдіс. Нормативті акті бабының барлық нормалары баяндалмай, осы нормативті актінің басқа бабында көрсетілгенде орын алады. Бланкеттік әдіс. Нормативті акті бабы негізгі бапта көрсетілмей, қандай да басқа түрдегі нормативті актіге жіберілгенде орын алады. Енді үйге тапсырма. Дәріс материалдарына сүйене отырып, келесі кестені толтырыңыздар. Бұнда реттеуші, құқық қорғаушы, құқық беруші, тиым салушы, міндеттеуші, императивтік және диспозитивтік нормалардыңға түсініктеме беріңіздер. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексін пайдалана отырып, оның жекелеме баптарының гипотеза, диспозиция және санкциялық бөліктеріне мысалдар келтіріңіз. Конституцияның 47-ші бабының 2-ші тармағы бойынша келтірілген мысалдағы гипотеза, диспозиция және санкциялық бөліктерді табыңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.